Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз to be етістігі туралы сабақ өтеміз. Етістік дегеніміз, білесіздер, іс-әрекетті қимылды білдіреді. Ал to be деген сөз быть, болу деп аударылады. To деген жай ғана алдында тұратын жалғау. Жалпы to be дегеніміз қарапайым сөйлемдерді құруға көмектесетін байланыстырушы етістік. Алғашқы грамматика туралы қиын тақырыптардың бірі. Оны біз қалай пайдаланамыз? Ол бірегей етістік. Ол белгілі бір іс-әрекетті немесе күйді, адамның күйін білдіріп, бар, болып тұр, мен сондаймын деген нәрсені білдіріп аударылуы мүмкін. Мысалы, you need to be more patient. Сізге сабырлы болу мүмкін. You дегеніміз сіз, need деген керек, должны деген сөз. To be деген болу, more деген біраз, patient деген сабырлы. You need to be more patient. Сізге сабырлырақ, біраз сабырлырақ болу керек деп аударылады. Яғни бұл жерде to be деген етістікті біз болу деп аударып тұрмыз, Сонымен қатар to be'ді біз кейде аудара алмаймыз. Егер етістік өзі to be деген жай етістік болып тұрса, быть, онда просто болу керек деп қана аудара саламыз. Ол етістік болмайтын, яғни просто көмекші етістік болатын кездер бар. Аударылмайтын кездер, ол қандай кездер? Ол нақты әрекетті көрсетпейді, бірақ мағынасына сәйкес просто сөйлемді құруға көмектеседі. Ол осы шақта және өткен шақта болуы мүмкін. Міне, бағанағы айтқан нәрсем, мына кестеге назар аударайық. To be, болу деген сөз, мынау am, is, are деген үшеуі болу деген көмекші етістік. Просто көмектесіп, мен, сен, ол деген есімдіктерден кейін қолданылады. Мысалы, I деген мен болса, I am десек, онда мен боламын, мен оқушы боламын, не болмаса мен студентпін деген нәрсені білдіреді. Бірінші жақ мен деген кезде әрдайым am'ді қолданамыз. I am. Is'ді all деген үшінші жақта қолданамыз. All, he, she, it. Ал are деген көпше түрде біз, сен, олар деген көпше түрде қолданамыз. Жерде тағы бір мысал бар, міне. I am дегеніміз я есть, мен бармын емес, мен оқушымын, мысалы. I am a student болса, мен оқушымын, мен студентпін, не болмаса I am a mother, мен анамын деген нәрсені, яғни белгілі бір адамның болып тұрғанын, ол нәрсе, ол адамға тәуелді, сол адам қандай екенін, кім болып тұрғанын, бар, болу деген нәрсені білдіреді. He дегеніміз ол балаға қолданамыз, He is, ол оқушы, мысалы. She қыз балаға қолданамыз. It жануарларға қолданамыз, He, she, it. Осы кезде әрдайым is'ді жазамыз. He am деп айта алмаймыз, тек қана he is болады. I am, he, she, it'та is жалғанады. Осыны ұмытпай жаттау керек. Және көпше түрде are'ды қоямыз әрдайым. You деген сендер, we біз, they олар. Түсінікті, Енді мынау кестеге назар аударайық. Мынау жасыл галочка дегеніміз болымды түрі, ал X крестик болымсыз түрі. I am қысқартпалы түрде I am деп былай қысқартамыз. Әрпі түсіп қалды, үтір қоя салдық. Төбесіндегі үтірді біз апостроф деп атаймыз. Ағылшын тілінде сөздерді осылай қысқартады. Қысқартқан кезде апостроф қоя салады. You are, сен боласың деген кезде are дегенде әрпі түсіп қалды да апостроф қойып you are деп қысқарта салдық. He is'ді his деп қысқарттық. She is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. Түсінікті, Боламын, бар деген мынау am, is, are үшеуі to be етістігі. To be, болу деген етістігі. Осы етістіктерді қысқартқан кезде мынау былай болып қалады апострофпен. Просто қысқартып жазғанды жақсы көреді, американдықтар. Сол қысқартқан кезде осылай апострофпен қысқартамыз. Енді болымсыз түрін қараймыз. I am not, мен емеспін, мен оқушы емеспін. I'm not a pupil. Оны қысқартқан кезде тоже апостроф қояды да I'm not болады. You are not, сен емессің, сен ондай емессің.
немесе сен студент емессің дегенде you are not, you aren't болып қысқарады. He is not дегенде he isn't болып қысқарады. Мынау is not екеуі жалғанып кетеді де о түсіп қалады. Оның орнына мына үтірді қоямыз. She is not, she isn't, it is not, it isn't, we are not, we aren't, they are not, they aren't болып қысқарып кетті. Түсінікті болды деген ойдамын. Міне, verb деген мынау етістік деген сөз. To be етістігі дегенде ағылшынша verb to be дейміз. Бірінші, affirmative дегеніміз болымды түрі. Short form деген қысқаша формасы. Negative дегеніміз негативті, болымсыз түрі. Short form қысқасы. Interrogative дегеніміз сұраулы түрі. Сұраулы сөйлемдерде қолданылады. I am, қазғана айтып кеткенде I am болды. You are, you're, we are, they are, he is, she is, it is. Сұраулы сөйлем болған кезде мынау am, is, are деген to be етістігі сөйлемнің басына шығып кетеді. Ең алдында тұрады. Am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. Түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы болу, to be деген етістік қолданылады. Мысалдарын келесі сабақта көрсетемін. Қандай кезде қолданылады? Мен болып тұрмын, мен студентпін, мен мұндаймын деген бар, болу деген мағынаны білдіреді. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта мысалдарын көрсетемін. Бүгінге осымен сабақ тамам. Келесі видеода кездескенше.